Миксерсіз, сливкисіз, таразсыз керемет, өте нәзік, жұмсақ торт жасағыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен жұмыртқаға қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майды құйып, 1 стакан айранға 1 шай қасық содан саламыз. Мінекей осылай көтеріліп реакция болады. Одан соң 1 стакан ұнға 2 ас қасық какаоны қосып, електен өткіземіз. Масса біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде кез келген тағам түріне електен өткізіп қолдануымыз керек. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан пешіңізге қарай пісіріп аласыз. Міне бізде корж пісіп дайын болды. Енді крем жасаймыз. Сгушенкаға сметананы қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Тортты жинап 5 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке қалдырған дұрыс. Мінекей торт дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.